Каналыма қош келдіңіздер, достар. Бүгін екінші сабақ 1С бағдарламасында жұмыс жасаудың толық нұсқасы. Сонымен біз счет на оплату покупателю, яғни сатып алушыға счет жасауда аяқтадық. Енді осы счет жасалғаннан кейін, яғни біз счет жасалған счетті міндетті түрде распечатка, яғни қағазға шығаруымызға тиіс. Барлық реквизиттер, біздің компаниямыздың реквизиттері толығымен мәліметі шығуға тиіс, және қандай тауарларды сатып жатқанымызды. Осы реквизиттердің негізінде сатып алушы төлем жүргізеді. Яғни төлемді касса немесе ағымды счет арқылы жүргізуге тиіс. Төлемді жүргізгеннен кейін ғана біз келесі күні банктегі операциялар бойынша выписканы көріп, выписка негізінде платежное поручение входящийны толтырамыз. Және счет на оплатуда создать на основании деген жерде платежное поручение входящийны толтыруға тиіспіз. Яғни егерде ешқандай келісім шарт болмаса, без договора деп, және күнін біз қаңтар айы деп көрсетейік. Қаңтар айы 12 записать, налоговый учет провести. Так, тексеріп көрейік. Счет на оплату бізде қаңтар айында берілген, төлем қаңтар айында жүргізілді. Бұл жерде бізде аванс болып есептеледі, себебі біз әлі ешқандай товар сатқан жоқпыз, тек қана сатып алушы бізге төлем жүргізді. Енді дәл сол счет на оплатудың негізінде біз товарды сата аламыз, яғни реализацияны жасаймыз. Реализация товарды сату. Реализацияны басамыз. Мына үшінші товары, услуги, комиссияда енді басқан дұрыс. Осыны басамыз. Автомат түрде барлығы толтырылады. Және қаңтар айының мысалы 10 күні тауарды алдық деп есептейік. Барлығы бұл жерде толығымен толтырылып кетті. Тек қана субконталарды толтырып кетеміз. Табыс деген жерде доходы от реализации дегенді толтырайық. Субконта. Және 70/10 тауарлардың бағасын есептен шығару. Әзірше біз оны списание. Бұл жерде енді әзірше прочие расходы деп көрсете берейік. Прочие расходы. Записать, провести. Реализация бізде толтырылды. Енді реализация толтырылғаннан кейін счет фактураны толтыруға мүмкіндік бар. Счет фактураны біз 2 аптада жіберуге құқығымыз бар. Яғни бүгін емес, мысалы 19 күні жіберді деп есептейік. Яғни айналым күні, накладной жіберілген күні 13, ал біз счет фактураны 19 күні жібердік. Записать. Электронды счет фактураны енгіземіз. Электронды счет фактура енгізу үшін мына жерде электронды счет фактура деп көрсетілуге тиіс еді. Электронды счет фактура көрсетілген жоқ. Тағы бір рет көре салайық. Жалпылама настройки. Бұл жерде біз электронды счет фактура деген бар екен. Настройка электрондық счет фактур. Обмен дегенді басамыз, себебі прямой обмен дегенді бұл арнайы программистер ғана орнаталады. Мен тек қана выгрузка-загрузка арқылы дедім. Енді былай ашып көретін болсақ, бізде реализацияның ішінде байланысқан құжаттарды көреміз. Счет фактураны ашамыз. Счет фактураның ішінде міне создать счет фактуру дегенді шығады. Басамыз, электронды счет фактура шығады. Электронды счет фактурада жалпылама 1С'те барлық мәліметтер толық болса, электронды счет фактурада да мәліметтер толық түседі. Тауар деген жерде 5 деген сан түсті. Признак происхождения себебі бізде тауар көрсетілмеген еді, қандай признак бойынша, яғни белгі бойынша екен. Сондықтан мына жерде карандашты басып, да мысалы
Товар не включенный в перечень, произведенный в РК. 4 дегенді басайық. 4 дегенді бастық. Записать. Электронный счет фактура. Провести. Записать, провести. Және бұл электронды счет фактураны жіберілді деп саналмайды. Егерде тікелей байланыс болса, электронды счет фактура тікелей түрде порталға кетеді. Болмаса, выгрузка жасап, выгрузканың негізінде выгрузка жасаймыз. Бұл жерде айтып тұр, мерзімдері әртүрлі деп. Сондықтан біз выгрузка жасамаймыз. Яғни выгрузка жасау арқылы порталға импорт арқылы енгізуге болады. Яғни себебі біз қазіргі сәуір айында қаңтар айдың счет фактурасын енгізіп жатқандықтан бізге бағдарлама ескерту жасап жатыр. Енді бұл жерде оқу болғандықтан біз ешқандай выгрузка жасамаймыз, жай ғана ең бастысы байланысты, яғни негізін түсініп алайық. Счет на оплату бар, реализация бар, счет фактура бар, электронды счет фактура бар. Электронды счет фактура электронды счет фактуралар порталының арқылы жіберілуге тиіс, әрине. Енді келесі тағы бір мысал келтіріп кетейік реализация бойынша. Бұл жолы біз алдын ала төлем арқылы жүргіздік, яғни алдын ала төлем болды, және айналым садылық ведомосте мынандай өзгерістер байқалады. 12-10 шоты 74-10, 74-10 жабылды, және 70-10 шоты пайда болды, яғни тауардың өзіндік құны есептен шығарылды. Тағы бір сатуды жүргізейік. Счет на оплатуды жасаймыз. Счет на оплату ақпан айында, мысалы екісінде 710 деген болады. КНП, код назначения платежа 710. Так. 710 код назначения платежа. Контрагентті енді келесін таңдайық. Мысалы, бізде контрагенттердің ішінде взлет деген бар. Адресі да белгіленбеген, адресін енгізіп кетейік. Бұл жерде біз адресті, юридический адресті таңдаймыз. Қалма, мысалы, қаланы басқа Шымкент деп таңдайық. Шымкент қаласында Абая көшесі бар шығар. Абая дейік, және 378 үй. Выбрать. Тауарларды тізімнен таңдаймыз. Қандай бізде тауарлар бар екенін барлық тізімді жазып кетейік. Және де сатқан кезде, мысалы, 100 килограммнан сатайық. 100, 150, 130, 200. Бағалары вишня 1000 теңге. Так, черешня 1400. Алма 600. Виноград 1300. Так, записать. Счет на оплату шығарылады. Счет на оплату тағы бір рет сіздерге түсінікті болу үшін екі мысал беріп жатырмын. Қарап шығасыздар. Және де счет на оплату дайын болғаннан кейін бізге төлем жүргізілу керек. Мысалы, бұл жолы касса арқылы жүргізілу мүмкін, касса арқылы болуда. Біз төлем тапсырма арқылы жүргіземіз. Төлем тапсырма, және бізде қай күні 3 қаңтар күні болды. Біз қайтадан төлем тапсырма, кешіріңіздер, 3 ақпан болғандықтан бізде төлем, мысалы, 3 ақпан жүргізілді. 3 ақпан төлем жүргізілді. Записать. Барлығы толтырылған, дұрыс, провести. Бұл жерде де аванс болып табылады. Енді төлем жүргізілгеннен кейін біз счет на оплату негізінде реализация жасай аламыз. Енді бұл жерде негізгі талап алдын ала төлем болғандықтан алдын ала төлем көрсетіліп жатыр.
субконта толтырамыз. Мына жерде прочее деп әзірше толтыра берейік. Прочее. Записать. Күнін, мысалы 5 дейік. Записать, провести. Проводкаларын қарастыратын болсақ, алдында тауарлар есептен шығарылған, өзіндік құны бойынша списаны деп тұр есептен шығарылған, және аванс жабылған. Аванс біз алдын ала аванс төледік, сол жабылды, және келесі қосылған құн салығы және 12/10 жабылған аванс көрсетілді. Енді айналым салық ведомости қарастыратын болсақ, онда 12/10 көбейеді. Уже 12/10 722 деп тұр. Ашық қарайтын болсақ, бұл жерде ТО звезда 74 мыңға сатып алды, және взлет 648 мың. Мынау пайда болған дебиторлық берешек, мынау өтелген дебиторлық берешек. Және тауарды есептен шығарылғаны, яғни міне өзге де шығындар деп көрсеткеніміз. Енді бұл жерде бұл 1С болғандықтан біз бухгалтерлік есепке қатты негізделмейміз, яғни тоқталмаймыз. Негізі 1С бағдарламасында жұмыс жасауды үйренеміз. Енді келесі реализация жасалды. Мына екінші реализация. Бұл жерде не жоқ? Байланысқан, мына белгі арқылы байланысқан құжаттарды қараймыз. Счет на оплату бар, реализация бар, счет фактура жоқ. Яғни счет фактураны жасаймыз. Счет фактураны порталда 2 аптаның ішінде жіберуге құқығымыз бар. Яғни біз мысалы 15 қаңтар күні жібердік деп есептейік. Записать. Создать счет фактуру арқылы барлығын тексеріп кетеміз. Поставщики, получатели, договор жоқ. Және мына жерде 4 деп белгілейік. Себебі 5 дегеніміз бұл ешқандай 1, 2, 3, 4-ке жатпайтын тауарлар болып табылады. Біз 4-ші, яғни Қазақстан Республикасында шығарылған тауарлар деп белгілейік. Записать, провести. Міндет түрде сіздер білуге тиісті нәрсе, яғни электронды счет фактура тек портал арқылы жіберіледі, ал 1С тек тіркеледі. Енді бұл оқу сабақ болғандықтан біз жібере алмаймыз, жай ғана қалай енгізу керек екенін сіздерге бастамасын түсіндіріп кетіп жатырмын. Төлем жүргізілді. Енді 2 сату бойынша операция енгіздік. Ендігіде біз еңбек ақыны есептеуді қарастырып кетейік. Так, заработная плата, еңбек ақы, журналды ашатын болсақ, журналда бізде ешқандай әлі операция жоқ. Енді начисление жасаймыз, яғни еңбек ақыны есептеу. Еңбек ақыны біз есептей аламыз, себебі алғашқы 1-ші сабақта 3 адамды жұмысқа қабылдадық. Яғни создать, қаңтар айынан бастайық. Қаңтар айынан бастап ең соңғы күнді таңдаймыз. Қаңтар айы дейміз. Бөлімшені таңдамаймыз, себебі бізде 5-6 бөлімше болса, онда және әр бөлімшеде 150 немесе көптеген адамдар болатын болса, бөлімшелерді жеке есептеуге болатын еді. Бірақ бізде 3 адам болғандықтан және бірақ бөлімше болғандықтан бөлімше таңдамаймыз. Автозаполнение арқылы 3 адамды толтырамыз, және де міндет түрде табель учета рабочего времени талап етеміз, яғни жұмыс уақытын тіркеу табелі. Табельдің негізінде әр жұмысшы толық жұмыс істемегенін бақылаймыз. Мысалы, 1-ші адам табель бойынша 3-ші қаңтардан 31-не дейін жұмыс істеді. 2-ші адамда мысалы бір жұмыстан қалу байқалды. Жұмыстан қалу байқалса, мысалы, ол кісі 3-нен 12-сіне дейін жұмыста болды, және де 13-14-ті
жұмыста болған жоқ, 17-сі ғана бірақ келді, яғни 2 күн болған жоқ. Сол кезде Исабаев деген кісіні 2 рет копия жасап, алдында міне біріншісі 12-сіне дейін, екіншісі 17-сінен 31-не дейін деп толтырамыз, және Исаев кісі толығымен жұмыс жасады деп есептейік. Енді рассчитать арқылы толық бағдарлама өзі есептеп береді жалпы есептелген айлықты. Отработано дегеніміз 18 күн жұмыс жасалған, 144 сағат. Бұл 5 күндік жұмыс күн апта бойынша, 5 күндік жұмыс апта бойынша. Екінші жұмыскер 5 күн және 11 күн, яғни 16 күн жұмыс істеген, 2 күні кем. Үшінші күн, үшіншісі 18 толық. Записать, провести және жабамыз. Келесі толтыратын құжатымыз, яғни бұл жеке астындағы құжат расчет удержания сотрудников организации. Записать. Дәл солай қаңтар айын таңдаймыз. 31-і ай, есептелетін ай осы. Рассчитать. Егер есебіміз дұрыс болса, бұл жерде біз еш ойланбай рассчитать арқылы жүргіземіз. Пенсионный есептелді, подоходный есептелінді және ВСМС есептелінді. Провести. Келесі бізде соцотчислениені есептейміз. Создать. Қаңтар айы 31-і, қаңтар айын таңдаймыз. Автозаполнение. Рассчитать. Соцотчисление толтырды, соцналог және ОСМС толтырылды. Записать. Келесі, яғни бізде 1, 2, 3 құжат толтырылды еңбекақы бойынша. Келесі қолға алынатын жалақы. Қолға алынатын жалақыны біз банк арқылы төлейміз. Каспий банк және де ақпанның басында деп есептейік. 3-ші ақпан. Қандай айға? Қаңтар айына. Автозаполнение. Міне әрқайсысы өзінің қолына алатын жалақысы есептелінді. Бұдан басқа біз ведомостерді де толтырып қоямыз, яғни банкке зейнетақы қорын, әлеуметтік аударымдарды төлеу үшін ведомостер толтырылады. 31-ші қаңтар айы, қаңтар автозаполнение. Бұл ведомостер әлі төлем жүргізілмеген, бірақ төлем жүргізу үшін қажет ведомостер. Келесі, яғни мынаны есептедік. Келесі әлеуметтік аударымдар. Бізде 3 әлеуметтік аударым бар. Сол үшеуінде толтырып кетуіміз қажет. Біріншісі соцотчисление әлеуметтік аударым. Қаңтар айына автозаполнение. Біріншісі дайын. Екіншісі қаңтар айына 31-ін көрсетеміз және екіншісін таңдаймыз. ОСМС қаңтар айы. Автозаполнение. Толтырылды. Келесі, үшіншісі қаңтар айы. ОСМС қаңтар айы таңдаймыз. Автозаполнение. Енді бұл ведомостер әзірше еш нәрсені білдірмейді. Олар тек қана банкке аударған кезде қосымша ретінде тіркеледі. Сондықтан ведомостер жасалады. Мысалы, кәсіпорындарда көп тізім бойынша 100, одан да көп адамдар болса, ведомство арқылы төлеген өте ыңғайлы. Келесі, енді жалпы еңбекақыда бізде барлық бухгалтерлік проводкалар отражение заработной платы негізінде ғана қалыптасады. Сондықтан 31-ші қаңтарды таңдаймыз, қаңтар айы және автозаполнение. Бухгалтерлік проводкалар бізде толтырылып кетеді. Бұл жерде бізде 33-50-де еңбекақы деп көрсетілмепті. Көрсетілу үшін әзірше записать, провести. За зарплата, способ отражения зарплаты ашамыз. Мұны бізде отражение заработной платы по умолчанию деліп тұр. Соны ашамыз да, және мына жерде 72-де 10-ға түседі екен еңбекақымыз, яғни әкімшілік жұмысшылардікі. Біз мына жерде зарплата деп белгілейміз. Зарплата деп белгілеу үшін мынау заполнить дегеніміз справочник болып табылады, анықтама. Осыны басамыз.
басқаннан кейін міне бізде қосымша папкалар шықты. Зарплатаны ашамыз да және зарплатаның ішінде зарплатаны таңдаймыз. Подразделение бізде бірақ қана бөлімше болғандықтан соны таңдаймыз. Егер де сізде бірнеше бөлімше болса, онда қосымша мынандай операция жасауға тиіс. Оны енді бізде қарапайым мысал болғандықтан оны әзірше қарастырмаймыз. Енді тағы бір рет отражение зарплаты в учете дегенді таңдаймыз және де автозаполнениені мына көрдіңіздер ме, мына жерде толық емес ақпарат. Қайтадан автозаполнение дегенді басқан жағдайда да ақпаратымыз толық тұрылуы тиіс. 72-10 зарплата основной подразделение, 72-10 зарплата основной подразделение толтырылды. Записать, провести. Енді еңбекақы толтырылды. Қаңтар айына еңбекақы толтырылған кезде ең бастысы тағы бір рет айтып кетейік. Журналды ашамыз. Журналда міне біз толтырылған мынандай құжаттар толтырылды. Начисление заработной платы, еңбекақыны есептеу, удержание сотрудников организации, яғни жұмысшылардың айлығынан ұстау. Жұмысшылардың айлығынан бізде пенсионный, подоходный, ВСМС, зейнетақы, жеке табыс салығы және медициналық аударым ұсталынады. Және келесі расчет налогов, взносов, отчисления, яғни салықтар және аударымдар мен аударымдарды, медициналық аударымдарды есептеу. Бұл жерде әлеуметтік аударым, әлеуметтік салық және медициналық аударым жұмыскерден ұсталынатын. 3 аударым, яғни 2 аударым және 1 салық жұмыс берушіден ұсталынады. Жұмыскерден емес, жұмыс берушіден. Яғни екіншісі және үшіншісі отражение заработной платы в учете, бұл біздің корреспонденциямыз. Бұл негізгі құжаттар. Ал ведомостер бізде тек қана төлем жүргізу үшін қажет. Бұл банктік төлемдерді қалай жүргізетінін әрі қарай түсіндіремін. Енді біз осы зарплатаны есептеп кеткеннен соң расчетная ведомость дегенді, яғни есеп ведомосын ашамыз. Қаңтар айын таңдаймыз. 1-нен 31-не дейін сформировать. Мына тізім бойынша бізде 3 жұмыскер шықты және толығымен мінекей барлық ведомость толығымен шықты. Ведомості мысалы ыңғайсыз болса, оны Excel-ге аударуға болады. Файл, сохранить және Excel-ге аударасыздар. Ведомость деп жазасыздар. Excel-ге мысалы рабочий столға аудару керек болса, ведомость, расчетная ведомость деп аударып, расчетная ведомость за январь 2022. Енді бұл рабочий столға түседі. Мен жай ғана сақтап қояйын. Мінекей түсті және рабочий столда өздеріңіз ары қарай қарастырасыздар. Оны мен көрсетпей қояйын. Яғни тағы да бір еңбекақы бойынша мысалы расчетный лист деген бар. Расчетный лист дегеніміз әр жұмыскерге қолға берілуге тиіс құжат, есептелген сомалары. Сформировать, мына расчетный лист 3 жұмыскердің есептелген айлығы, ұсталынған 3 ұсталымы. Біз тек қана сіздерге мен бір ғана нәрсені айтуға мына жерде ұмытып кетіппін. Қаңтар айы бізде сонда 14 МРП-сіз есептеліп кетіпті. Ал келесі айға есептелу үшін, бұл жерде енді бұл қате деп есептемейік, жай ғана жұмысшылар арыз жазбады деп есептейік. Мысалы, ИПН артығымен шығып кеткен, бірақ еш нәрсе қылмайды. Келесі айда біз арыздарды толтырамыз. ИПН, зейнетақы қоры және медициналық аударым 62 мың болып шықты. Қолға ала тиістісі 237.600 теңге. Дәл солай басқа да жұмысшылар бойынша. Және де міндетті түрде зарплатаның ішінде контрольная ведомость, отражение зарплаты дегенді тексергеніңіз дұрыс болады. Себебі егер сіздердің есебіңіз барлығы дұрыс болса, онда былай
түсуге тиіс. Міне, начислена бір сома, отражено дәл сондай сома. Начислено деген есептелген, отражено деген бухгалтер есепте көрсетілген. Бірдей бағаналар болуға тиіс. Барлығы бірдей бағана болатын болса, онда барлығы дұрыс деген сөз. Келесі айтылатыны дәл сондай біз еңбек ақыны енді ақпан және наурыз айына есептейік. Ақпан және наурыз айына есептеу үшін мына жерде тек қана оңай болу үшін создать арқылы жүргіземіз. Создать бірінші начисление заработной платы ақпан айына 28-і. Енді кішкене жылдамырақ, себебі біріншісін жай түсіндірдім. Автозаполнение, барлық жұмысшылар толық жұмыс істеді деп есептейік. Рассчитать, записать. Келесі бұл бізде удержание. Удержание 28-і ақпанның, ақпан айы, автозаполнение, рассчитать, записать. Келесі бізде расчет налогов. Расчет налогов ақпан айын көрсетеміз. Автозаполнение, рассчитать, записать. Және соңғысы отражение в бухгалтерском учете. Ақпан айын көрсетеміз. Автозаполнение, толтырылды, записать. Яғни негізгі ақпан айда 1, 2, 3, 4 құжат көрсетілді. Ведомостерді әзірше толтырмайық. Ақпан айындағы ведомостерді январь төлеп болғасын ғана толтырамыз. Енді келесі наурыз айында толтырып кетейік. Себебі бір 90-дағы есепті көрсету үшін. Келесі ақпан айының начисление, наурыз айының начислениясы, яғни есептелуі, еңбек ақысының есептелуі наурыз айы 31-і. Наурыз айын көрсетеміз. Енді бұл жерде бізде бірға қана ескерту, жұмысшылар толығымен жұмыс істеген, табельде сағаттар толық деп есептейміз. Рассчитать, записать. Келесі екіншісі расчет удержание. Наурыз айы 31-і. Наурыз айы автозаполнение, рассчитать, есептеу, записать. Енді қазақ тілінде толығымен айтпағаныма ренжімеңіздер, себебі бағдарлама өзі орыс тілінде, сондықтан осындай бір кішкене кемшілік бар. Түсінікпен қараңыздар. Автозаполнение, яғни толтырып кетеміз. Рассчитать. Яғни біз әлеуметтік аударым, әлеуметтік салық және медициналық аударым жұмыс берушіден есептедік. Және соңғысы 4-ші бұл отражение в учете. Яғни еңбек ақыны есепте проводкалар арқылы көрсету. 31-і наурыз айы автозаполнение. Записать. Яғни бізде былай қарасақ болады. 31-ін таңдаймыз. Расширенный поиск. 31-інде бізде начисление, расчет удержания, расчет налогов және отражение. Төртеуі. Келесі ақпанды қараймыз. Расширенный поиск. Бұл жерде расширенный поиск деген, яғни кеңейтілген іздеу. Және бұл жерде де начисление, расчет удержания, налогов, отражение. Дұрыс. Және үшінші айдыкін қараймыз. Начисление, расчет удержания, расчет налогов, отражение. Барлығы дұрыс. Енді біз ведомостер арқылы тексерсек болады. Екінші айдың ведомосын тексерейік. 1-ші ақпаннан 28-ші ақпанға дейін құрастыру. Міне, 3 адамның барлық жалақысы біз тексеріп кетуімізге тиіс. Жай ғана 1С-ке сенбей, барлығын тексеріп кету керек. Енді сіздер білесіздер, 1С бағдарламасы бұл, яғни
бағдарлама. Бұл жерде қателер де болуы мүмкін. Әрине, настройкасы барлығы дұрыс болса, қате де шықпауы да мүмкін. Бірақ тексергені жалпылама дұрыс. Үшінші айды да тексеріп кетеміз. Үшінші айдың ведомості 1-нен 31-не дейін сформировать. Мінекей толтырылды, толығымен толтырылды. Енді бұл жерде бізде ведомостьтерді шығару керек. 31-не дейін бұл сформировать десек, бізде жаңадан баланс шықты, және барлық төлемдер, яғни пассивтер төленбеген, бұл еңбекақы бойынша міндеттемелер ешқайсы төленбеген, барлығы пассивте қарыз болып көрсетіліп тұр. Және еңбекақы бойынша да, еңбекақы бұл жерде мінекей 33-50, 3.035.999 теңге 71 теңге қарыз. Мынау ұсталым. Ашып көретін болсақ, Мария, Мансур және Тимур, мынау барлығы начисление, мынау ұсталымдар. Тағы карточкаға дейін ашып көрейік. Яғни бұл жерден минус себебі уақытына байланысты кішкене айырмашылық болып тұр да, сондықтан 31-і. Так, 72-де онда көрсетілген, және де дебет бойынша не ұсталынған? Дебет бойынша мына 32-де 20 пенсиондық, яғни зейнетақы аударымдары, жеке табыс салығы, және мынау ОСМС, яғни медициналық ұсталым. Бұл ұсталымдар, яғни дебет бойынша көрсетіледі. Дебет бойынша сомалары. Енді сіздерге бүгінге соңғы тағы бір нәрсені көрсетіп кетейін. Яғни еңбекақы бізде қазір 3-90, кешіңіздер, 1-90 аяқталуда, және 1-90 31 наурыз күні аяқталады, және 1-90 аяқталған соң біз еңбекақы бойынша 200 форма деген декларацияны тапсыруға тиіспіз. Егер 1С бухгалтерияда барлығы дұрыс болса, онда 1С бағдарламасында 200 форманы автомат түрде толтырады бағдарлама. Сондықтан отчеты бөлімшесінде біз тек қана еңбекақыны төлеген жоқпыз. Қазір біз төлеп кетейік. Зарплата, заработная плата к выплате деп тұр. Заработная плата к выплате деп тұрғандықтан, мысалы біз бұл жерде біз тек қана қаңтар айының зарплатасы есептеліп тұр. Біз бірінші қаңтар айын төленді деп есептейік. Төлеген кезде біз касса немесе ағымды шот арқылы төлеуге болады. Ағымды шот арқылы төледі деп есептейік. Қаңтар айын, яғни ақпан айында төледі, мысалы 7 күні төледі деп есептейік. Салықта көрсетілген, записать, провести. Міндетті түрде галочка қойылады. Галочка дегеніміз, яғни интернет-банкинг арқылы банкте бұл төлем тапсырма өтті деген сөз. Біз тек қана банктен өткеннен кейін, көшірмені шығарғаннан кейін ғана 1С'те толтырып жатқанымызды білдіреді. Записать, провести. Получатель бұл жерде Каспий банк болып табылады. Каспийді толтырып кетейік. АО Каспий банк. АО Каспий банк. Записать. Каспий банктың номері және номерін әзірше ойымыздан шығара салайық. Яғни біздің қызмет көрсететін банкымыз Каспий болғандықтан, біз Каспийге еңбекақыны жібереміз. Және де еңбекақы бұл жерде төленді деп көрсетіледі. 33-50, 33-50, онда 30, онда 30. Ал былайынша банкке жібермес бұрын свит файл жасалады, бірақ свит файл жасау үшін барлық ақпараттар толық болу керек. Біріншіден қазір көрейік. Мінекей свит файл жасау үшін мынандай бізде ескертулер көрсетіліп тұр. Бұл ескертулерді барлығын бірінші орнына келтіру керек. Сондан кейін ғана толық болады және свит файл жаса алады.
свит файлды жасауды мен оның алдында орыс тілінде жазғанмын, бірақ сіздерге келесі сабақта свит файлды жасауды көрсетемін. Әзірше біз бұл жерде қарастырмаймыз свит файлды. Записать. Енді зарплата к выплате дегеніміз, бұл зарплата, мына жерде зарплата к выплате. Еңбекақы тек қана қаңтар айына төленді, екіншісін ақпан айында бірінші ведомості толтырайық, 28-і банк арқылы Каспий ақпан айы. Біз ведомості толтырған емеспіз, біз тек қана негізгі 4 операцияны толтырдық. Ведомостерді сосын толтырамын деп айтқанмын. Записать. Енді осыны да банктен төленді деп есептейік. Ақпан айын наурыз айында төледік дейік. Мысалы 4 күні салық органында көрсетілген салық есебі бойынша бұл Каспий банк болып табылады. АО Каспий банк және номері. Записать. Есептен өтті. Яғни көшірмесі бар деген сөз. Және егер мынандай мына жерде белсенді болмаса, мынау қараңыздар, неактивный дейміз ғой, белсенді емес. Онда бұл төленген деген сөз. Платежное поручениесі бар. Яғни байланысқан документ платежное поручение. Және үшінші айда да төлеп кетейік. Үшінші айдың бірінші ведомосын құрастырамыз. 31-і Каспий банк арқылы Каспий наурыз айы автозаполнение. Записать, провести. Енді төлемді жүргіземіз. Платежное поручение наурыз айын, мысалы, сәуір айының 1 күні төленді деп есептейік. Салық есебінде көрсетілген. Записать. Каспий банк счеты. Записать, провести. Галочка қойдық, яғни банктен өткен деген сөз. Барлығы есептелді. Енді айналым сәлдік ведомосты қарайтын болсақ, бізде 33-50 0 болып есептелу керек. Провести. 33-50 0, 71 тиын қалып қойыпты. Бұл енді тек қана тиын бойынша айырмашылық болып тұр, оны қарастырмаймыз. Енді барлық төлемдер жүргізілді. Енді сіздерге 200 форма автомат түрде қалай толтырылатынын көрсетіп кетейін. 200 форма, яғни еңбекақы, жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларация болып табылады. Отчеты, регламентированные отчеты да ашамыз. Және міне 200 форма дегенді 2 рет басамыз. Бірінші кварталда бізде барлық бірінші тоқсанда еңбекақы есептелген. Біз сіздер жағына есеп ведомостерін көрсеттім. Соларды шығарасыздар. Содан кейін басып, толығымен егерде еңбекақы тексерілген болса, барлығы дұрыс болса, сол кезде ғана мынандай ведомости ашып, автомат түрде бейіні толтырылды, аталуы толтырылды, декларация, кезекті декларация, очередная, және жұмысшылардың саны әлі де ешқайсысы толтырылмады. Толтыру үшін заполнить дегенді басамыз. Да. Бағдарлама өзі толтырып кетеді. Мені 3 адамнан болды. Қаңтар айы 3 адам, ақпан айы 3 адам, және наурыз айы 3 адам. Барлық мәліметтер толығымен толтырылды. Жеке табыс салығы, пенсионные отчисления, яғни зейнетақы аударымдары, әлеуметтік салық, социальный налог, әлеуметтік аударымдар 8-ші жолда толтырылады. Және 3-ші бетте бізде жұмыс беруші төлейтін медициналық аударымдар және жұмысшыдан ұсталынатын медициналық аударым 2%, 3% толтырылады. Енді және міндетті түрде бірінші қосымшасы автомат түрде өзі толтырылады. Барлығы. Бірінші қосымшада бір қателік төленбеген деп көрсетіліп тұр. Еңбекақы выплачено 0 деп тұр. Бұны енді тексеруге тиіс, не себепті 0 болып шыққанын. Екінші бөлімінде барлығы толығымен толтырылды. Және 5-ші бөлім міндетті. 5-ші бөлімде жеке-жеке әр адамның есептелген жалақысы,
пенсионды зейнетақы аударымдары осы жаңағы медициналық аударым жұмысшыдан ұсталынатын. Төртінші бетте бізде жеке табыс салығы, жалпы қандай қарыз болғаны айдың соңында көрсетіледі, және төленген жалақы. Бағдарламаның негізінде мына жерде кішкене қайталанып жатыр тағы ақпарат. Және соңғысы бізде медициналық аударымдар, әлеуметтік салық және медициналық аударымдар. Яғни бұл жерде әлеуметтік аударымдар және әлеуметтік салық. Бұл жерде ең басты ерекшелік, әр жұмысшының сомалар 3 айға жалпылама қосынды ретінде көрсетілген. Қосынды. Мысалы, мынау бірінші жұмысшыныкі 3 айдың қосындысы, екінші жұмысшының 3 айдың қосындысы, үшінші жұмысшының 3 айдың қосындысы. Бұл медициналық аударым жұмыс берушіден жіберілетіні. Алғашқы бетінде міне әр жұмыскер бөлек-бөлек көрсетілген, иіні көрсетілген, және әрқайсы, яғни бір деген еңбек шарты бойынша жұмыс жасайтын резидент болып табылады, және әрқайсының мәліметтері толығымен 3 айға, яғни қаңтар, ақпан, наурыздың қосындысы болып табылады. Және қалған қосымшаларды айтып кететін болсақ, екінші қосымша шетел азаматтарларға арналған, яғни азаматтылығы жоқ шетел азаматтарға, міне лица без гражданства деп тұр. Сондықтан біз оны толтырмаймыз. Тек егер шетел азаматтар болса, бізде азаматтылығы жоқ, сол кезде осы екінші бөлімшеде, екінші қосымшада толтырылады. Үшінші қосымша құрылымдық бөлімшелер болған жағдайда ғана толтырылады. Сондықтан үшінші қосымшаны да толтырмаймыз. Төртінші қосымша жоқ. Енді қайтадан негізгі отчетқа қайтып келеміз. Барлығын ведомоспен салыстырамыз, дұрыс па, дұрыс емес екенін. Және де бұл жерде расшифровка деген мынандай бір керемет кнопка бар. Расшифровка деген жағдайда барлығын қай жерден шыққанын, мынандай налоговый регистр деген шығады. Регистрде барлық есептемеміз көрсетіледі. Бұл регистрдегі барлық міне табыстар, жеке табыс салығы, вычет дегеніміз, яғни бұл жерде медициналық аударым, пенсиондық аударым, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударым, жеке зейнетақы аударымдары, ВСМС, бәрі тепе-тең болып тұр. Яғни осы регистрді міндетті түрде шығарып алу керек қағазға, және тігіп қою керек. Бұл жерде есіме түскенім бірақ қана қателік, себебі мен 14 МРП-ні бойынша алғашқыда еңбекақыны есептемес бұрын 14 МРП бойынша заявление қабылдауым тиіс еді. Заявление қабылдаған жағдайда әр жұмыскерге жеке табыс салығы бойынша жеңілдік берілетін еді. Біз бірақтан 3 жұмыскерде 3 ай бермей, 3 айдан кейін ғана, мысалы, заявление жазды, яғни арыз жазды деп есептейік. Мысалы, олар арызды наурыздың 24 күні ғана жазды деп есептейік. Біріншісі Иванова Мария, март айы, 14 МРП, және галочка қоямыз, записать. Келесінде көшірмесін жасап, басқа адамды қарастырайық.
наурыз айында. Енді бұл жерде біз наурыз айында ғана толтырып жатырмыз, себебі 3 алғашқы айды біз толтырып кеткенбіз. Жалпылама заң бойынша егер арыз болмаса 14 МРП-ні шегеруге, онда 14 МРП шегерілмейді. Сондықтан біз бұл мысалда арыз жоқ, арыз сосын берілді деп қарастырып жатырмыз. Әр арыз міндетті түрде шығарылу керек, қол қойылу керек, және қол қойылғаннан кейін ғана жеңілдік беріледі. Енді 200 форма бойынша сіздерде қандай тағы сұрақ пайда болуы мүмкін. 200 форманы кабинет налогоплательщикқа қалай біз енгіземіз? Ол үшін мына жерде выгрузка XML деген файл бар. Выгрузка жасауға болады. Дәл сондай рабочий столға XML файлы пайда болады. Сохранить. Міне выгрузка данных закончена, яғни XML файл рабочий столға енгізілді деп жазылып тұр. XML файлды кабинет налогоплательщикаға енгізу үшін импорт арқылы енгіземіз. Сохранить деп жазсақ, бізде бағдарламада міне жазылып қалады, және распечатать арқылы печать жасау үшін, бізде енді принтер қосылмаған, сондықтан біз печать жасалмаймыз. Распечатать жасауға болады, яғни қағаздан шығарып алуға болады. Енді әзірше бүгінге осы. Біз бүгін еңбек ақыны өттік, сатып алу, сату, және де келесі сабақтарда бізде толық нұсқа 1С деген қазақ тілінде 1С бағдарламасында жұмыс жасауды жалғастырамыз үйренуді. Толық нұсқасы шығады, сондықтан қазақ тілінде күтіп отқан тыңдармандарға бұл әрине өте жақсы мүмкіндік. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Әрқашанда 1С бағдарлама бойынша, осы бағдарлама бойынша сіздерге жауап беруге әзірмін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.